Әлімсақ уәдесі. Хазіреті Адам бірде ұлы Аллаға, ұрпағымды көрсем бола ма, деп қолқа салды. Алла тағала Адам атаның белінен оның қияметке дейін таралатын барлық ұрпағының тұқымын құдіретімен суырып алды да шашып жіберді. Самсаған сансыз рухтар аспан әлеміне сыймай кетті. Кейбір рухтар құйрықты жұлдыздай жарқырай ағып, арасында заулап ұшып жүр. Ерекше үлкен һәм айбарлы көрінді. Адам ата, не себепті мына рухтар ерекше үлкен, айрықша нұрлы, деді. Бұл сенен тарайтын 124 мың пайғамбардың рухы. Олар надан қауымды тура жолға салып, адамшылыққа тәрбиелейді. Сондықтан олардың рухы ерекше айбынды. Олар екі дүниеде де менімен байланыста болады, деді ұлы Алла. Олардан бөлек рухтардың тағы бір тобы шолпан жұлдызындай жарқырап, маңайына сәуле шашып тұрды. Бұлар кімдер? Деді Адам ата. Бұл жүрек көзі ашылған әулие ғұламалар. Олардың не артықшылығы бар? Деді. Олар қай заманда туса да әділдіктің туын көтереді. Дүние қайғысынан азат болады. Олардың жүректері ақылдың кені. Шын сөзге шешен. Кез келген қауымның рухани дертін де, шипасын да солар біледі. Қиямет қайымға дейін рухани ілімнің жауһары соларда сақталады, деді. Адам ата ұрпағының көптігіне қайран қалып, «Я Аллам, бұлар жер бетіне қалай сияды?» деді. Уайымдама, Адам, олардың бір тобы әкенің белінде болады. Енді бір сыпырасы анасының жатырында жатады. Сағаты толғандары жерге жұтылады, кезегі келмегендер осында болады. Тірілері жерде уақытша тіршілік кешеді. Ғарасат майданы басталғанша бұл тізбек осылай жалғасады, деді. Адам ата ұрпағының қамын ойлап, менің ұрпағымның біреуіне қаза жетсе, көзі тірі туысы ол қайғыны қалай көтереді? Алла тағала, мен оларға жас сәбидің қуанышын сыйлаймын. Олар жаңа туған ұрпақты көрген сайын алдыңғы аталарының қазасы мен қайғысын ұмытады. Балдырған балалар олар үшін әмән да қуаныштың сарқылмас қайнары, деді. Адам ата рухтардың бір-біріне ұқсамайтын өзгеше екенін көрді. Ұлы Аллаға, «Я Аллам, бұлар неге бір тілде сөйлемейді? Тұрмыс тіршілігі мен салт санасы да ұқсамайтын сияқты», деді. «Ей Адам, менің ең ұлы хикметтерім осында жасырылған. Мен олардың түрін де, тілін де бір-біріне ұқсамайтын етіп жараттым. Керек десең, әрбір құлымды бір-біріне ұқсамайтын етіп рең берем. Бұл менің шексіз шеберлігімнің айғағы. Егер мен барлық адам ұрпағын бір бейнеде жасасам, олар бірін-бірі танымай әуреге түсер еді. Ағасы інісін, атасы баласын айыра алмай шатасар еді. Олар бірін-бірі тілінен, түрінен, даусынан жазбай танып, тату-тәтті тіршілік кешеді. Сол сияқты барлық адам ұрпағыңды қалауымша ұлттар мен ұлыстарға бөліп, жер бетіне таратам. Олардың өмірі қызықты һәм думанды болуы үшін сан алуан салттар мен ғұрыптарды ендірем. Олар бірін-бірі салты мен санасына, ғұрпы мен дәстүріне қарап айырады. Парасатты құлдарым адамдардан айырмашылық емес, ұқсастық іздейді. Тануға талпынған сайын олардың бауырмалдық сезімі артады. Мен оларды бөлу үшін, не болмаса біреуінен біреуін артық көру үшін жаратқан жоқпын. Бірін-бірі іздеп, сағынып жүрсін деп солай жараттым. Мұның терең хикметі осы, деді. Адам, салт санасы мен әдет ғұрпы әртүрлі болса, сенің бірлігіңді қалай табады, деді. Мен жүректің түпкіріне ар мен ұяттың тұқымын ектім. Егер олар жалған дүниеде ардың әмірін тыңдап, ұятының жетегінде жүрсе, менің ұлы бірлігіме қайта оралады. Я ұлы жаратушы ием, сонда сенің алдыңда ең артық, ең қайырлы құлдарың кімдер? Деді. Менің алдымда ары таза адамдар ғана артық. Ұрпағыңа осыны өсиет ет. Ақ түсті адам қара нәсілді пендемнен артық емес. Барлық ұлт пен ұлыстың дәрежесі тең. Әділдік үшін күресіп, барша адам баласын бауырым деп сүйгендер екі дүниеде нығметке бөленеді. Олардың діні мен дәстүрі бөлек болғанымен арға ғана мінәжат етеді, деді. Адам ата ұлы Алланың бұл хикметін кейінгі ұрпағына өсиет етіп қалдырыпты.
Адам ата зер салып қараса, кейбір рухтардың қолы жоқ, кейбіреуінің көзі жоқ, енді біреуінің ақыл есі кемтар екен. Адам ата, бұларды неге кемтар қылып жараттың? Мұнда қандай хикмет бар, деді. Сенің 12 мүшесі сау ұрпағың кемтар жандарды көріп ғибрат алады. Сау күндеріне шүкіршілік етеді. Ал кемтарлардың жайы не болмақ? Олар оның ақысына ақыретте сұралмайды, деді Алла. Адам ата самсаған рухтың ішінен ақ түсті және қара түсті рухтарды көрді. Бұлар неге ақ пен қараға бөлінген деп сұрайды. Алла айтты: ақ түстілері қиянаттан аулақ болған ақ жүрек құлдарым. Қара түстілері зорлық пен дүние жинап, қиянатты серік еткен қара бет құлдарым. Сонда бұлар туылмай жатып қалайша жақсы мен жаман болып айырылып үлгерген? Мен барлық істің әуелін де ақырын да білуші шебер Алламын. Құдіретімді түсіне алмайсың. Бұларды өз қалауыммен бөлген жоқпын. Бұл дәрежені дүние ісінде сыналып, махаббат майданында күресіп табады. Бақытсыз құлдарым түбі жоқ қорлықты қара ниетінен табады. Мен оларды өз істеріне куә ету үшін сынаққа жер бетіне жіберем. Сүрген өмірін амал дәптеріне жаздырам. Жұрттан жасырып құпия ұстайтын арам ниеттеріне дейін жазып алам. Оларды махшарда осы құжатпен соттаймын. Оларға қылдай қиянат жасалмайды. Тарының қауызындай қиянат жасаса, ақырда алдынан шығарам. Тозаңдай ғана жақсылық қылса, оны да өзіне көрсетем, деді. Содан соң рухтарды түгелдей жер бетіне жіберді. Олардың бір тобы қайтып келді. Ұлы Алла, қалғандарың қайда, деді. Олар жердегі нығметтерге алданып, сол жақта қалып қойды, деді. Сендер неге келдіңдер? Жердегі тіршілік жанға жұбаныш болмады, деп шулады рухтар. Ұлы Алла оларды енді пейішке кіргізді. Пейіштен рухтардың үркердей ғана тобы Құдайдың алдына қайтып келді. Ұлы Алла, қалғандарың қайда, деді. Олар пейіште қалды. Жаннаттың сансыз нығметі оларды баурап алды. Сендер неге пейіште қалмадыңдар? Мен 8 жаннатты сендер үшін жараттым. Тағы не тілектерің бар, деді. Рухтар: я Алла, пейіште мін жоқ, бәрі де ғажап. Бірақ бізге сенің дидарың ғана мәңгілік жұбаныш бола алады. Біз сенің жамалыңа ғашықпыз, деді. Дидарымды көргісі келетін құлдарыма ауыр сынақтар жіберем. Ғашықтық жолы қылыштан өткір, қылдан жіңішке. Бұл жолда салихтардың көтеретін міндеті мен жүгі өте ауыр. Адам тұрмақ, пілдер тізесін бүгеді. Шыдайсыңдар ма осы сынақтарыма, деді ұлы Алла. Рухтар бір сәтке іркіліп қалды да: я Алла, басымызға сынақ түскен кезде сен бізбен бірге боласың ба, деді. Болам, бірақ шартым бар. Сендер мені үздіксіз еске алып, есімдерімді мақтап, пәктеуден танбайсыңдар. Жүректеріңе дүние қайғысы кірмесін, деді. Егер бірге болсаң, біз де сені тынбай еске аламыз, деді рухтар. Мен де сертке тұрдым ендеше. Мені зікір еткен құлдарымды мен де еске алып, жанына жігер, рухына қайрат берем, деді Хақ тағала. Осыдан соң Алла тағала барлық адам ұрпағын бір алаңға жинады да: әлі асту биром бикум, сендерді жаратып тәрбие етуші мейірімді иелерің мен емес пе, деп сұрады. Рухтар: қолу бәлә, әлбетте сенсің, я Алла, деп жамырай шуласты. Ертең дүниеге барған соң мені ұмытып кетпейсіңдер ме? Жоқ, біз дүние есігін аша сала сені іздейміз, деп жамырады рухтар. Олар сол сәтте дүние тіршілігінің қалай боларын білмегендіктен солай деп жауап берді. Онда ертең қияметте бәріңді топырақтан қайта тірілтем. Сол кезде осы уәделеріңе қаншалықты берік болғандарыңды тексерем. 5 күн жалғанда сүрген өмірің өздеріңе айғақ болады, деді. Осылайша әлімсақ уәдесі алынды. Уәде алынып болған соң барлық рухтарға ұлы Алла әлімсақ уәдесінің құрметіне маған 2 рет сәжде жасаңдар деп әмір етті. Сол кезде рухтар 4 топқа бөлініп сала берді. Бірінші, сәжде жасалғанда артқы қатарда тұрған рухтардың бір парасы иілмей тұрып қалды. Тағзым 2 рет қайталанғанда артқы қатарда тұрған рухтардың біраз бөлігі иілді де, алдыңғы саптағылардың жартысы қозғалмай тұрып қалды. Үшінші бір топ
2 ретте де қақайған қалпынан танбады. Рухтардың соңғы жамағаты ұлы Аллаға 2 рет тағзым еткенде де жаңылмады. Адам ата 4-ке бөлінген рухтар тобын түсінбей, «Я Алла, бұл не хикмет?» деді. Алла тағала: «Біріншіде иірмеген рухтар дүниеге келген соң әлімсақты ұмытып, өз ісімен әуре болатындар. Екінші рет сәжде жасалғанда соңғы саптағылардың бір тобы тағзым етті. Олар дүниеге барған соң жастары ұлғая келе хақты іздеп талпынатын топтан болады. Оларға да менің назарым түзу. Бірақ бірінші жығылғандардың бір бөлігі екінші ретте тікірейіп тұрып қалды. Олар жас кезінде елге дін жайып ақыл айтады. Орта жастан асқан соң дүниеге бой алдырып 200 пендеге айналады. Келе-келе сенімін жоғалтып, менімен дұшпандасады. Хақ дінді бұлғаушылар осылардан шығады. Үшінші топта кілең қасарысқан кесірлер тұр. Олар дүниеге барған соң өле-өлгенше менімен және менің момын құлдарыммен ұстасып өтеді. Менің ең жек көретін құлдарым осы қасарысқан тәкаппарлар. Соңғы топ салихтар жамағаты. Олардың саны аз. Бірақ бұл дүние сол салихтардың дұғасымен тұрады. Салихтар болмаса, көк аспан оларды шаншып тастайды, жер жұтып қояды. Салихтар менің сүйікті достарым. Мен оларды жақсы көрем, олар да мені сүйеді. Хақтың жолында басын бәйгеге тігуден тайсалмайтын тақуалар осылар, деді.